Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін керемет тәтті шай, ол ташкентский шай дайындайтын боламын. Мен 2,5 литрлік шайник алдым. Оған байқағандарыңыздай жарты лимонды саламын. Және осындай қант тәтті 100 грамм, 50 грамм алуларыңызға болады. Қалауларыңызға қарай бір қара пиала шайын салдым және бір көк шай салдым. Жалбызды жақсылап жуып, осындай 3 талын, міне байқасаңыздар мен 3 талын алдым. Жапырағымен 3 талын алып салдым. Оған лаймның сиробы болған менде содан 2 қасықтай қостым. Үстінен ыстық суды толтырып құйып 5 минут, 10 минутқа қалдырыңыз. Сол кезде сіздің шайыңыз дайын болады. Менің рецептім сіздерге ұнаса, міндетті түрде жаза кетіңіздер және еңбегім үшін лайк басып қойсаңыз, мен үшін бір шабыт болар еді. Бүгін менде қонақтарға осындай керемет тәтті шайды дайындайын дедім. Тәтті болу үшін қантын тым көп те салмаңыз, өйткені тым тәтті болса ішілмей қалады. Осындай етпен тартуыңызға болады. Кешкі асқа тамақтан кейін өте керемет тамақ сіңіреді. Пайдасы өте зор. Керемет шай сіздер үшін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.